Ассалаумағалейкум достар, қалайсыздар? Видеоның атауынан көріп тұрғандағыдай, біз бүгін Windows 11-ге шолу жасаймыз. Араларыңыздағы ең зеректеріңіз, тоқта, бұл Windows 11 емес, қарапайым Windows 10 ғой деп айтуларыңыз мүмкін. Сонда не, бізді алдады ма деп ренжулеріңіз мүмкін. Windows 10-ның дизайны өзгерген, бірақ одан артық ештеме жоқ қой, бұл қарапайым Windows 10 болып қалды ғой деп айтуларыңыз мүмкін. Айтпақшы, осындай дизайн жасағыларыңыз келсе, жоғарыдағы сілтемеге басыңыз. Windows 11 ресми түрде әлі жарық көрген жоқ. Сондықтан оны негізгі операциондық жүйе ретінде орнату өте үлкен қателік болады. Сондықтан біз оны виртуалды машинаға орнаттық. Осы виртуалды машинадан қазір жүктейміз. Және де бұның бір артықшылығы, ешқандай қауіп жоқ. Екінші артықшылығы, біз Windows 11-дің тіпті қалай қосылатынына дейін бақылап көре аламыз. Байқап отырсаңыздар, логотиптің өзі өзгерген, өте минималистік түрде, тек қарапайым шаршы, 4 шаршыдан құралған шаршы деп айтуға болады. Бірден естісеңіздер, жүктелу дауысы өзгерген. Бірден маған пинді енгіз деп тұр. Өзімнің аккаунтыммен кіруге тура келді. Жаңа Windows 11-мен бірге жаңа обойлар, яғни фондық суреттер қатар келді. Жаңалары көп адамдар соларға қызығып, арнайы іздеп тауып жүктеп отқандар бар. Міне біздің Windows 11-міз іске қосылды. Үлкейтейік. Шолуымызды барынша қысқа қылуға тырысайық. Ең негізгі көзге түсетін өзгерістер ол иконкалардың бейнесі сәл өзгерген, және де ең көзге түсетіні мына таскбардың өзгерісі. Бүкіл қолданылатын элементтер ортаға қарай ығысқан, және де пуск менюдің дизайн өзгерген, және де пуск менюдің өзі де өзгеріп кеткен. Қарап отырсаңыздар, енді бұрынғыша бізде 8-ден бастап келе жатқан плиткалар жоқ. Мына жерде бекітілген біздің бағдарламаларымыз, астында ұсынылған бағдарламалар. Мына жердегі батырманы бассақ, бүкіл орнатылған бағдарламалар ашыла кетеді. Бұл негізгі өзгеріс пусктағы. Жалпы таскбардың өзін бақылауға болады. Мен бұл Windows-ты активация жасамағандықтан маған ол мүмкіндік шектеулі. Бірақ таскбардың элементтерін ортаға ғана емес, әдеттегі үйренгенімізше сол жаққа қарай ығыстыруға болады. Енді осы жерден бірден біз терезелерге өтейік. Терезелердің анимациясы, байқап отырсаңыздар, ашылу анимациясы, үлкейтілу анимациясы бәрі жаңадан салынған, өте біркелкі, әдемі. Бұрында Windows-ты көп адамдар осы анимациясының нашарлығына уәж айтатын. Жаңа фишкалардан мына үлкейту терезесіне жай апарсаңыз, қосымша меню ашылады, және де терезені берілген сценарийдің әйтеуір біреуі бойынша өзгертіп бірден орната аласыз. Бұрында оны арнайы батырмаларды басу арқылы жүзеге асыратынбыз. Қазір осылай. Бір жағынан ыңғайлы сияқты. Қалай ойлайсыз, пікірлеріңізді жазып қалдырыңыздар. Келесі бізде жаңалықтардың бірі ол виджеттер. Мына жерде виджеттер деген батырма бар. Басып қалсаңыздар, алдын ала орнатылған ауа райының виджеті, ақшаның курсының виджеттері орнатылған, және төменірек ағыссақ, жаңалықтар. Бұндай элемент iOS системасында да, ұялы телефондарымызда, және де Android-та да осыған ұқсас жүйе бар. Яғни жаңалықтардың бір жиынтығы, және де қажетті ақпаратты беретін виджеттер. Оң жақтағы біздің хабарламалар бөлігі айтарлықтай бір үлкен өзгеріске ұшырамаған. Дизайны сәл-пәл өзгерген, және де қызметі сол күйі қалған. Күнтізбе сәл өзгерген. Күнтізбеге бассаңыз, бұрынғыша кішігірім элемент емес, ол жаңағы біздің ақпараттар панелі сияқты жарты экранға ұзына бойына ашылатын болды. Енді жаңа басында біз дыбыстарға мән бердік. Дыбыстарды тыңдап көре аламыз. Жаңартылған, өте ерекше деп айтсам болады. Байқап отырсаңыздар, бұрынғыша бір дөрекілік жоқ сияқты, өте бір жағымды дыбыстар. Арасында кейбіреулерін тыңдап көрейік. Осымен негізгі ерекшеліктер аяқталды. Бір қарағанда өзгеріс көп емес болып көрінуі мүмкін, бірақ
бір нәрсені ескеру керек, бұл әлі ресми релиз емес. Ресми Microsoft компаниясы Windows 11 шықты деген кезде әрине бұл әлі де болса өзгерістерге ұшырайды. Әзірше осы. Ұнаса лайк басып достарыңызға таратыңыздар.